الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі дәрісіміз имам Харис аль-Мухасиби рахималлахтың Рисалатул Мустаршидин атты кітабын оқуды жалғастырамыз. Өткен сабағымызда қиындық Алла Тағаланың өзінің құлына беретін сынағы, өзінің құлына беретін жеңілдігі, қиыншылықтары, оның барлығы адам баласына берілген сынақ, және қиындықпен сыналған кезде оған сабыр ету керек, жеңілдікпен сыналған кезде құл шүкір ету керек екендігі турасында айтқан болатынбыз. Имам Харис аль-Мухасиби рахималла өз мәтінін былай деп жалғастырады. Варда бима арадакаллаху лаху. Аллах Тағала саған нені қалаған болса, сол нәрсеге разы бол дейді. Аллах Тағала саған нені қалаған болса, соған разылық білдір. Қала ибн Мас'удин радияллаху та'ала анху, Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху айтады. Ирда бима қасамаллаху лака такун мин агнан нас. Аллах Тағаланың саған берген нәрсесіне разы болсаң, онда адамдардың ең байы боласың дейді. Адамдардың ең байы. Қасамаллаху лака деген Аллах Тағаланың саған бөліп берген нәрсесі деген сөз ғой негізі. Бұл жерде Алланың берген саған осы өмір сүрудегі мүмкіншілігі, Алланың берген ризық несібесі, Алланың берген осы мүмкіндіктерінің барлығы Алла берді ма, демек осыған разылық білдіру керек. Сонда адамдардың ең байы боласың дейді. Уажтаниб ма харрамаллаху алейка. Аллах Тағаланың саған харам қылған нәрселерінен алыстасаң, такун мин аураин нас. Адамдардың ішіндегі ең тақуасы боласың дейді. Ең тақуасы. Уара деген тақуадан да жоғары деген сөз да. Негізгі тақуа деген харамдардан тыйылып, парыздарды орындаған адам ғой. Ал уара деген бұл харамдардан тыйылып, парыздарды орындап қана қоймай, ол күмәндардан да сақтанады. Ол мустахаб, әдеп, сүннет, амалдарды да тастамайды деген сөз. Сонда бұл жердегі адамның байлық деген не мақсат етіліп жатыр? Адамдардың ең байы боласың деп жатыр ғой. Ол бай деген сөз біздің дүниелік мансаптағы бай емес, көңілдің байлығы болады ғой. Соны айтады да, ешкімге мұқтаж емес. Байлық деген не ол? Біздің кез келген адамнан қазір көшеден тоқтатып алып сұрасаң, байлық деген не десең, ол айтады. Байлық деген дүниенің көп болуы, малы көп болуы, ешкімге жаңағыдай тәуелді болмай, өзінше емін-еркін өмір сүре алу. Кедейлік деген не десең, ол айтады, біреуге қол жайып, біреудің көмегіне қарап отыру дегенді келтіреді. Енді біз осы мұсылмандық көзқараста байлық пен кедейлікті қалай түсінеміз? Ғина деген сөз бар да, ғина, немесе ғаниюн деп айтады. Ғани деген сөз араб тілінде бай деген сөз. Инналлаха ла ғаниюн анил аламин дейді. Ла ғаниюн. Аллах Тағаланы осылай сипаттап келеді Құранда. Алла Тағала әлемдегілердің еш қайсысына мұқтаж емес дейді. Сонда ғани деген сөз бай деген мағына білдіретін болса, оның негізгі мағынасы астары қандай? Мұқтаж емес деген сөз. Сонда мұсылмандық көзқарастағы байлық ол бір адам Алланың оған берген нәрсесін қанағат тұтып, басқаға мұқтаждықты сезінбеуі оны бай деп есептейді. Ол адам бай деген сөз. Біздегі пендешілік түсінікпен ойласаң, оның зәулім үйі бар, оның жүріп тұрған бизнесі бар, оның мыңғыраған малы бар, оның жаңағыдай жағдай төрт-бүрісті деп айтады бізде. Сондай бір жағдай бар болса ғана бай деп есептейсің да, бірақ сондай адамның өзіне дүние жетпейді ғой. Білесіз ба? Сондай сіз ойлағандай дүние мүлкі, малы бәрі бар адамға да бір қайғысы бар. Оған сол дүние жетпейді. Ал бір мұсылман бар да, бір мұсылман, қарапайым, Аллаға құлшылық қылған бір мұсылман. Ол
Алланың оған берген нәрселеріне шүкір етіп, сол нәрсеге қанағат тұтып, ынсабын сақтап, сол нәрсемен көңілі тынышталса, міне негізгі бай адам осы адам да. Себебі не үшін? Алланың оған берген нәрсесіне разылық білдіріп, оған қанағат тұтып, не істемеді? Ары қарай басқаға қол жайған жоқ. Міне байлық деген осы екен мұсылмандықта. Ал кедейлік деген не? Кедейлік. Фақирун деген сөз бар. Фақир. Біздің араб тілінде фақир деп айтады, қазақ тілінде пақыр деген де сөз бар. Пақыр дейді, кедей деп айтады. Оның мағыналары әртүрлі. Пақыр деген біздің тілімізде бұл кедейден де төмен деген сөз. Кедей болса, енді бір күндік ішерге асы болуы мүмкін, бірақ кедей тұрады да жағдай. Жоқшылықта. Ал пақыр деген болады. Оның бір күндік жейтінде асы болмайды да. Құдайдың бұйырғанын айтыр, біреуден бір жерден алып жейді, бар болған жейді, осылайда пақыр деген сөз. Сонда бұл пақыр деген сөздің астарында үңілетін болсақ, бұл мұқтаж деген сөз. Яғни қандай да бір өзінің керегіне жауап бере алатын адамға, Аллаға мұқтаж болған адам, бұл пақыр деген сөз. Бұл мұсылмандық көзқарасы да осындай. Сонда бұл жерде жаңағы Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудың сөзінен түсінгеніміз, адамдардың ең байы боласың, егер Алла тағаланың саған берген нәрсесіне разы болсаң дегендегі сөздің астарында мынандай мәселе айтылады да. Ғұламаларымыз айтады, Аллах тағала өзінің құлдарына сондай бір мүмкіндік берді дейді. Ол қандай? Сынақ ретінде мүмкіндік беріледі. Яғни оған бір харам жолды көрсетеді. Сол харам жолмен табысты табайын деп тұрған кезде, ол одан сақтанса, Алла тағала соның халалын алып береді дейді. Аллах тағала бір құлына мүмкіндік береді да, сынақ. Қазір мына жерде бір харам жолмен біреуді алдап, немесе жаңағыдай пайыз қосып отырып, көп бір табысқа жетейін деп тұрсын. Алайда ол адам не істейді? Ол жерде көп болуын мақсат етпейді да, адал болған мақсат тұтып, аз болса да азына қанағат тұтып алып кетеді. Алла тағала міне осындай адамдарды сынаққа сабырмен, қанағатпен жауап бере білгендігі үшін, міне бұларға түбінде халал мен молынан табыс береді, жеңіс береді дейді. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, адал еңбек еткен адамдардың түбінде Алла тағала дүние мүлкін, малын көбейтіп қояды. Солай ма? Адалынан еңбек еткен. Мысалға, кейбір намаз оқыған, қазір зекетін беріп жүрген кәсіпкер ағалардан, бауырларымыздан сұрасаң, айтады, біз кезінде бұл істі жаңағы базардың жанында бір қаппен семішке сатып бастағанбыз деп айтатындар. Немесе базардың ішінде жаңағы арба сүйреп жүргенбіз дейді. Солай еңбектендік, Алла нәсіп етті, осындай берекесін берген екен деп, қазір ол қаншама қызметкерге жұмыс беруші, үлкен бір кәсіпті дөңгелетіп отырған бір үлкен кәсіпкерге айналған да. Бірақ ол сол өзінің мақсаты болды, ниеті болды, адалдығы болды, Алла тағаладан үміт етті, солай жетті. Ал қаншама сондай бір байлыққа, мансапқа қол жеткізгендер бар, олар жылдам, бірақ харам жолмен жеткен да. Олардың әлі де сол ашкөздігі тоймай келе жатыр. Олар әлі де жеп жатыр. Осы уақытқа дейін жеп келген, әлі де жеп жатыр. Олар жей береді. Қашанға дейін? Аллаға тәубе етіп, осы нәрсенің қате екенін түсінбегенше. Алла оған береке бермейді да бәрібір. Береке қайда? Береке адалда, береке Алланың айтқан жерінде. Уәдди мафтарадаллаху алейка, Аллах тағаланың саған парыз қылған нәрселерін уақытында орындасаң, тәкун мин а'бадин нас. Адамдардың ішіндегі ең абзал, ең көп, ең жақсы құлшылық қылушылардан боласың дейді. Абдулла ибн Мас'удтың сөзі, үшінші өсиеті осылай. Аллах тағаланың сізге парыз еткен нәрселерін уақытында орындасаң, адамдардың ішіндегі ең құлшылықты көп және ең жақсы жасаушыларынан боласың. Сонда біздер ойлаймыз ғой, Аллахқа құлшылық қылу, Аллаға ғибадат қылу деген мәселеде бір парыз амалдарымыз бізге бір жеткіліксіз болып жатқан сияқты болып көрінеді. Бір артық, елден ерекше бір амал жасауға тырысып жатасың да. Олай болмайды.
5 уақыт намаздан парызынан асқан ғибадат жоқ. Түсіндіңіз ба? Ең абзал амал сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұралмай ма? Амалдардың ең жақсысы қайсысы деп сұрағанда не дейді? Не айтатын? Көп қой әлбетте хадистер. Соның бір жинап айтатында бір екі амалды айтады. Амалдардың ең жақсысы ол уақытында оқылған намаз және ата-анаға құрмет көрсету дейді. Түсіндіңіз ба? Ата-анаға құрмет көрсету, әке-шешемізге лайықты құрмет көрсету, оларды сыйлау, бұл амалдардың ең жақсысы. Және сол секілді парыз намаздарымызды әрқайсысын қаза қылып алмай, өз уақытында орындау, бұл амалдардың ең жақсысы болып табылады. Бұған жай көзбен қарамау керек. Бұл бір намазымыз екінші намазға дейінгі аралықтағы күнәні кешіріп тастайды. Білесіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде де бар. Егер шынайы намаз оқысақ, біз бір намаз бен екінші намаздың арасында күнә жасап үлгеріп қоямыз ғой. Мысалы, қазір құфтанды оқимыз, таң намазына дейінгі аралықта біз ұйықтасақ та күнә жасаймыз. Түсіндіңіз ба? Таңертең уже бізде күнә бар таң намазына тұрғанда. Енді осы аралықтағы таң намазын шынайы оқуымызбен иншалла күнәміз кешеді. Таң мен 5-нің арасында тағы бір күнә жасап үлгеріп қоямыз, Алланың мейірімі тағы бізді күтіп тұрады. Сол үшін бұдан асқан бізге амал жоқ. Енді қараңыз, Алла тағаланың саған парыз қылған нәрсесін орындасаң, адамдардың ішіндегі ең жақсы құлшылық қылушысың деп айтты ғой. Осы жерде жалпы мұсылмандарға ортақ нәрсе бар, ол бәрімізге парыз қылынған амалдар. Ол білім алу, ол жаңағы намаздарды дұрыстап оқу, дәретіміздің парыздарын білу, ғұсылдың парыздарын білу, бұның барлығы бәрімізге парыз амалдар. Алайда әрбір мұсылманның өзіне жеке парыз етілген орындар болады. Оны Ибн Қайим әл-Жаузи рахималла мынандай қылып бізге қысқаша бөліп береді. Фа'алал алими мин убудияти нашри суннати вал илми дейді. Жалпыға ортақ парыздардан кейін тағы бір ерекше бір парыз бар дейді. Ол кімге? Ғалымға дейді. Ғалымның өзіне міндеттелінген парыз ол Алланың оған берген білімін және пайғамбардың үйренген сүннетін жаю дейді. Міне, бұл осы жалпы мұсылмандарға ортақ амалмен қоса осыны жасау керек дейді. Мысалға, сіз бен біздер ғалым емеспіз ғой. Демек, біздер ғалымның сұралатын нәрсесіне сұралмаймыз. Біздер қарапайым мұсылманның сұралатын нәрсесіне сұраламыз. Одан кейін өзіміздің отбасымыздың мәселесі бар. Өзіміз қандай жерде қызмет қыламыз, біздің Алланың құзырында дәрежеміз қандай, сол дәрежеден сұраламыз. Ғалымның, шахидтің, сахабаның дәрежесі емес те біздікі. Біздікі өз дәрежемізді. Сонда ғалымдікі не болады? Оған жаңа айтты ғой, Алланың саған парыз қылғанын орында деп. Ғалым не істеу керек? Бәрімізге ортақ парыздан кейін ол білімін жаю керек, ол пайғамбардың сүннетін түсіндіру керек. Егер одан бас тартып жасырып қалатын болса, ол ғалым осыдан сұралады, Алланың алдында жауап береді. Бұл біріншісі ғалымға. Екінші, ғалымның қосымша сұралатын нәрсесі Алланың оған берген осы артықшылығын жұртқа, қарапайым халыққа жеткізу барысында сабырлықпен жеткізу, сабыр ету. Ешқандай ғалымдар бұны бізден жақсырақ біледі ғой. Кейбір біздің арамыздағы өзіміз сияқты адамдар кішкене бір мәселені біліп алады да, өзін ғалым санап, білгіш санап, соны жеткізу барысында біреуге реніш білдіріп жатады да. Ол өзіне бір діннен бір орын беріп қойғанда, дін өзінікі сияқты. Біреуге бірдеңе айттым, тыңдамады мені деп ше. Сен кімсің сені тыңдайтындай? Сен ешқандай дінде бір нең жоқ қой, орның жоқ қой. Сен діннің қызметшісі емессің ба? Діннің иесі Алла ғой. Оны бізге жеткізіп берген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді сен себебіңді жаса, ары қарай оның жүрегін ашып сен салмайсың ғой. Сол үшін ғалымдардың өзіне айтылып жатқан нәрсе сабыр ет. Білімді беру турасында сен сабыр етуің керек. Негізді білімді алғаннан қарағанда оны беру қиынырақ. Түсіндіңіз бе? Білімді алудан шәкірт болып отырған қандай керемет. Барлық нәрсе саған кешірімді. Шәкірт болып жүріп қателессең де кешірілесің, шәкірт болып не жазсаң да саған үзір бар. Ал енді сен шәкірттіктен шығып, ұстаздық орынға түскен кезіңде, ғалымдық орынға көтерілген кезіңде саған қателесуге болмайды. Себебі сенің аузыңнан дін шығады, сенің ісіңнен дін көрінеді. Сен былайша айтқанда діннің
нұсқаушысы болып есептелгеннен кейін сенде шәкірттік күніңдегідей болмайды да. Сол үшін ұстаздар бізге айтатын сабақта мәселе талқылағанда, сендер айта беріңдер дейді. Қазір мүмкіндік беріп тұрғанда айт, аузыңа келгенін айта бер. Қандай мәселені айта бер, себебі сен шәкіртсің, солай жетілуің керек. Бірақ қазір ұялып сол нәрсені талқыламай айтпай отырсаң, ертең ұстаз болып біреуге сабақ үйреткенде қателескенде, сен сол кезде артқа шегінер жол таппайсың дейді. Қазір қателесіп ал деп айтатын еді. Түсіндіңіз ба? Сол үшін бұл жеткізу барысында сабыр ету деген сол. Алдыңа Алла тағала әртүрлі шәкірт қойып береді. Біреу қисық адам отырады, біреу қырсық адам отырады, біреу ақылды отырады, біреу зерек болады, біреу түсінбейтін болады. Соның барлығына сабырлық таныту бұл ғалымдығын көрсетеді. وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه дейді. Екінші, хакім деп айтамыз ғой, қазы, үкім беретін. Шариғи тұрғыда немесе былай да адамдардың арасында үкім беруші, қазыға қосымша сұралатын парыз амал, ол ақиқатпен үкім беру және сол хақтың орындалуына мән беру. Бұдан хаким сұралады. Бізде қазақтың тілінде хакім Абай деп айтамыз ғой, хаким деп айтамыз. Неге хакім Абай деп айтылады? Хабарларыңыз бар ма? Неге хакім деп айтамыз? Қазылық қылған, дау шешкен кездерін білесіздер ме? Абай атамыздың? Біздің Абай атамыз 15 жасында дау шешкен. 15 жасында үкім берген. 15 жасар жігіт. Қазір 20 жастағы балдардың өз аузынан әлі сүттің дәмі кетпеген ғой. Сол үшін 15 жасында сөз сөйлеген, 15 жасында елдің алдында арасында сөзімен дау шешкен адамдар. Хаким деген сол, қазы, үкім береді. Хакім Абай деп біз сол үшін айтамыз. Бұл өте жауапкершілікті іс. Былайша айтқанда, екі адамның арасында сөз сөйлеу, екі адамның арасында әділдікпен үкім беру бұл оңай нәрсе емес. Сол үшін Аллах тағала айтады ғой, екі адамның арасында үкім беретін кезде сенің жақын туысың болса да әділдікпен үкім бер деп айтады. Жақын туысың болса да. Түсіндіңіз ба? Бұл турасында Абу Юсуф рахималлахтан мынандай бір көркем бір өмірінен өткен мысал өтеді. Имам Абу Ханифа рахималлах өзі қазылық ұсынылады, бірақ бас тартады. Солай ма? Қазы болған жоқ ол кісі. Бірақ мужтахид, мұтлақ ғалым. Ал ол кісінің шәкірті бар, имам Абу Юсуф рахималлах. Ол кісіге қазылық ұсынылады. Сол кезде имам Абу Ханифа өзінің шәкіртіне үгіт насихат жасайды. Сен қазы бол деп. Өзі болмайды да, бірақ болдыртады шәкіртін. Себебі не үшін? Имам Абу Ханифаның өзіне қазылық ұсынылған кезде оның басшылық тарапында дұрыс емес сенімдегі адамдар отыр еді. Ол солармен бірге қызметтес болып Аллаға қарсы үкім беріп қоятындығынан қорыққандығынан барған жоқ, тақуалық қылып. Ал оның шәкірті имам Абу Юсуф рахималлахтың қазылық қылуға ұсыныс жасалып, оның уақыты келген кезінде ол басшылықтың орнында жөні түзу дұрыс адамдар отырған да. Сол үшін имам Абу Юсуфқа осындай қазы болуға ұсыныс жасайды. Имам Абу Ханифаның өзі келісім береді оған. Енді имам Абу Юсуф рахималла өмірінде қазылық қылған кісі. Қазы деген не ол білесіз бе? Алланың сөзі бар, пайғамбардың сөзі бар, үшінші орында қазының үкімі тұрады. Қазы үкім берсе, оны талқыланбайды, ойлануға болмайды. Айтты ма, орындалу керек бірден. Муфтидің сөзі емес ол. Ана ұстаз былай пәтуа берді деген сөз емес ол. Қазы деген ол кесіп түседі сөз. Оған қарсы шыққан адам, ол Аллаға қарсы шыққан болып есептеледі. Имам Абу Юсуф рахималла дүниеден өтер кезінде, өлім төсегінде жатқанда, ол кісіден келіп сұрайды ғой, имам, сіздің Алланың алдында бір қорқып, бір әділетсіздік, бір үкім беріп қойып, уайымдап тұрған амалыңыз бар ма дейді. Бір қорқып, уайымдап тұрған бір амалыңыз бар ма Алланың алдында? Осыншама жыл қазы болдыңыз ғой деп сұралған кезде, имам Абу Юсуф рахималла айтады, менің аса бір қорыққан нәрсем жоқ дейді. Бірақ ең қатты Алланың алдында уайымдап, қорқып тұрған ісім ол мынау еді дейді. Бір күні менің алдыма мұсылманның патшасы мен
бір дінсіз кәпір біреу алдыма, екеуі бір-бірімен араздасып келді дейді. Түсіндіңіз ба? Дінсіз бен мұсылманның басшысы келіп тұр. Сол екеуінің арасында мен үкім бердім дейді. Үкім дінсіздің пайдасына шешілді дейді негізі. Бірақ сол үкімді соның пайдасына шешіп жатқанда менің жүрегімде ана мұсылманға деген бір жылулық сезілді дейді. Осыған бермесем екен, осыған берсем қайтеді деген сияқты мұсылманды жақсы көрген ішімнен жылулық сезілді дейді үкім беру барысында. Мен осы үкім беру кезінде жүрегіммен жаңағы мұсылманға өтіп кеткен жылулығымнан сұралам ба деп қорқамын дейді. Үкім негізі дұрыс шығып тұр. Түсіндіңіз ба? Кәпірдің пайдасына шешіліп тұр, дінсіздің пайдасына. Қазылықтың қаншалықты ауыр екенін сезіп тұрсыздар ма? Бұның имам Абу Юсуф рахималла бізге ең көркем мысалын айтып берді. Ва алал ғани, бай адамға қосымша жасалу керек болған парызы, ол Алла тағаланың оған берген дүние мүлкінің ақысын өтеу. Оны жасамайтын болса, ол Алланың алдында сұралады. Ва алал қадири, және жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтаруға шамасы жеткен адам үшін бұл барлық мұсылманға ортақ парыздардан кейін қосымша осы парызды орындау керек. Жақсылыққа шақыру керек, жамандықтан қайтару керек. Оны қолмен жасаса, шамасы жетсе қолмен жасасын, тілімен қайтаруға шамасы жетсе тілімен қайтарсын, болмаса ең жоқ дегенде жүрегімен оны жек көру керек. Жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару деген мәселе осындай болады. Ғұламамыз айтады, Ибнул Қайим аль-Жаузи айтады, рахималла, шайтан кейбір мұсылмандарды, оларды намазбен, оразамен, оларды зекет садақамен алдап қойды дейді. Түсіндіңіз ба? Алдап қойды дейді. Намазбен, түнгі намаздармен, оразалармен алдап қойды дейді оларды. Неден алданды? Олар жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтаруға шамасы жетсе де, өздерінің сол амалдарын жеткілікті санап, жұртты жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтармай қойды дейді. Түсінікті болды ма? Бұл не болды? Шайтан адамның өз амалын өзіне жеткілікті санаған сияқты болып есептейді. Мен адам өзіңіздің жасап жүрген амалдарыңызға қарайсыз да, өзіңізге бір болып қалдық-ау біз деген сияқты сезім пайда болады да. Олай болған жоқ. Біздің әлі де мұсылман бауырымызға жасау керек болған мойнымыздың міндеттері бар да. Бұған көркем мысал көп. Имам Ахмад рахималла басқа да мұхадистардың өз хадис кітаптарында риуаят қылған мына бір хадис келеді ғой. Аллах тағала періштелерден болған бір періштеге уахи қылып былай деп айтады: пәлен ауылды барып жермен жексен қыл дейді. Аллах тағала періштесіне уахи қылады. Пәлен ауылды астын үстіне келтіріп жермен жексен қыл. Сонда ол жердегі періште Аллах тағаладан сұрайды ғой: Алланың елшісі, Аллах тағала, ол жерде сенің құлшылық қылушы, сенің досың пәлен деген құл бар ғой деп айтады. Сонда Аллах тағала жаңа періштеге айтады екен: содан баста деп айтады. Содан баста. Не үшін? Себебі ол дінге қайшы амал жасалып жатқан кезде бір күн болса да оның жүзінде қайғы байқалмаған дейді. Түсіндіңіз ба? Оның жүзінде қайғы байқалмаған. Сол үшін жаңа айттық қой, әр жеке басымыздың парыздарын орындағаннан кейін біздің басқа мұсылмандарға жасауымыз керек болған мойнымыздың парыздары бар. Жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару. Енді осы кезде біз оны қолмен, тілмен жасай алмадық па? Ең жоқ дегенде сол турасында біздің жүрегімізде, жүзімізде уайым болу керек та. Күнә жасалып жатса, ол күнәні күліп еске алмау керек та. Ол күнәға сенің жүрегің қайғыру керек, тоқтата алмай жатқандығыңа. Жүрегіңмен жек көруің керек, және сол жүректің бейнесі сенің жүзіңде көріну керек. Бір шариғатқа қайшы бір амалды қуанып жасаудың жөні бөлек, оны қайғырып жасаудың жөні бөлек. Кредит мәселесін айтайық, мысалға, кредит алуға болмайды. Бірақ бір адам қарыз сұрады, жан-жақта мүмкіндік табылмады да, адал жолмен шығып кетейін десе табылмады. Енді ой, жақсы болды ғой, машалла, кредит алатын болдым ғой деп алғаны бөлек оның. Алла мені кешіре көр, басқа мүмкіндік таппадым. Алмайын десем, балам ауырып баратыр. Немесе
анамның ауруына, жаңа дертіне, емделуіне ақша керек деп бар мұқтажын Аллаға жайып салып отырып, соны көпшілікке жасырып, айтпай, керегінше мұқтажын алып, соған қайғырып, уайымдап жүріп алудың жөні бөлек. Бұл да бір Алланың берген нығметі болды ғой, машалла деп алғанның жөні бір бөлек та. Түсіндіңіз ба? Сол үшін өмір мен өлімнің арасына келген кезде шариғаттың мақсаты бесеу. Соның біреуі адамды ешқашан өлімге итермелемейді. Себебі не бар? Шариғаттың 5 мақсатының біреуі адамның жанын қорғау деген нәрсе бар. Адамның ұрпағын қорғау деген нәрсе бар. Сол үшін Аллах Тағала бізге өлер сәтінде өлім мен өмірдің арасында жатса, доңыздың етін жеуге рұқсат береді сол кезде. Бірақ жаңа кекіріп жегенге дейін емес та, денеңе бір күш беріп, өлімнен аман қалғанға дейін ғой. Бұл сондай кездерде. Сол үшін діннің ойламаңыздар, дін ұстанған адамның барлығы елден ерекшеленіп, жаңағыдай бір бұл өмірден түңіліп, ан жаққа қарай кете береді деген сөз емес та. Діннің мақсаттарының біреуі бұл өмірді сүру деген нәрсе бар да. Өмірді сүру керек, жанды қорғау керек. Дін тек қана өлімге итермелемейді. Ибн Абдил-Бар рахималла, Малики мазхабының өте үлкен ғалымдарының біреуі. Имам Маликтің Муатта деген кітабының мұхтасарын жазған Тәмхид деген кітаптың авторы. Сол кісі өзінің кітабында мынадай бір риуаят келтіреді. Аллах Тағала өзінің пайғамбарларынан болған бір пайғамбарға мынадай қылып бір уахи жасады дейді. Ол уахида Аллах Тағала сол пайғамбарын айтып жатыр да, пәлен деген менің құлыма барып айт дейді. Ол құлы бұл дүниеде Алла үшін дүниені тәрк етіп, өзін жалғыздыққа, халуат деп айтады ғой. Халуат. Мекет аталарымыздың айдалаға барып, жер астына мешіт қазып, шәкірт оқытып, сол жерде құлшылық қылған сияқты. Сондай бұл дүниеден бас тартып, өзінің қажеттілігімен өмір сүріп, жалғыздықта өмір сүрген менің пәлен деген құлыма барып айт дейді. Оған мынадай сөз жеткіз дейді. Сен өзіңді құтқаруың үшін бұл дүниеден бас тарттың, өзіңнің нәпсіңді құтқаруың үшін жалғыздықты таңдадың дейді. Ал енді менің пайдама шешілетін, бірақ саған ауыр келетін қандай амал жасадың деп сұрашы одан дейді бар. Менің пайдама, Аллах Тағаланың дінінің пайдасына. Ана жерде адам дүниеден бас тартса тек өз пайдасын ойлайды. Түсіндіңіз ба? Адам елді тастап айдалаға кетіп қалса өз пайдасын ойлайды да. Алла Тағала ана пайғамбарын айтып жатыр да, айтшы оған дейді. Өзіне ұнамайды, бірақ Аллаға ұнайтын қандай амал жасапты бұл дүниеде дейді. Сонда пайғамбары барып жаңағы адамға сұрайды. Сол кезде сұрақ келеді ғой қайтадан. Ол қандай амал екен сонда дейді. Маған қарсы келеді, бірақ Алла Тағаланың дініне, Алла үшін пайдалы болып келген қандай амал дегенде былай деп айтады. Ол Алла үшін бір мұсылман бауырыңды дос ету, Алла үшін бір адамды ұнатпау дейді. Түсінікті болды ма? Алла үшін біреуді жақсы көру, және Алла үшін біреуге ашулану. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы көрген. Бір осы жерде өткен мұсылман бауырларыңыздың біреуін Алла разылығы үшін жақсы көресіз. Ол мұсылман болғандығы үшін, сіздің бауырыңыз болғандығы үшін. Түсінікті болды ма? Бұның астарында не бар білесіз ба? Егер бір мұсылман екінші бір мұсылман бауырын Алла үшін жақсы көретін болса, онда бұл Аллаға ұнамды іс болады да, бірақ мына жақсы көріп жатқан мұсылманның нәпсісіне ауыр келеді бұл. Себебі ол өз бауырын Алла үшін жақсы көргеннен кейін көп нәрседен бас тарту керек болады. Өзіне жақсы көрген бауырына қалау керек болады, өзіне ұнатпаған нәрсені ол бауырына да ұнатпау керек болады. Ал енді Алла үшін біреуді ұнатпау деген нәрсе не болады? Алла Тағаланың дұшпандарына оларды өзіңе дос етпеу. Аллаға қарсы болғандарға сен де қарсы болу. Бұл Аллаға ұнамды іс, Алланың дініне күш беретін нәрсе, бірақ мұсылман адамның өзіне ауыр келетін амал. Сол үшін жаңа айтып отырмыз ғой, бұл дүниеде
тек өзіміздің мәселемізбен, парызымызбен шешіле бермей, жанымыздағы қоғаммен байланысты болған парыз амалдар бар. Әрбіріміздің жеке басымыздың міндеттері болған секілді, біздің қоғамнан сұралатын нәрсеміз бар. Қоғамнан сұралатын. Бізде айтады ғой, мысалы мешітке ауызбіршілікке келіңдер десе айтады. Ой дейді да қолын сөйтеді кете береді. Бүйтіп сыртынан бір қарайды да кете береді. Оған бір қатысы жоқ сияқты. Бірақ сыртта 3-4 адам болып ана жерде мешіттің бұрышында тұрады да, өздері мына жердегі жамағаттың ауызбіршілігінің жоқ екендігін айтып тұрады. Бірақ өзі ауызбіршілікке шақырғанда келмейді. Түсіндіңіз ба? Сондай ғой. Осы күнге дейін әрбіріңіз өзіңізді мысал қылып алыңыз. Осы күнге дейін сіз 5-6 адам болып, сіз 10 шақты адам болып, сіз бір топ болып, бір-біріңізді мойындамай, қосыла алмай келдіңіздер ғой, біріге алмай келдіңіз. Сол осы күнге дейін айтып келген ғайбатыңыз, өсегіңіз, бір-біріңізбен қосылмауыңыз бір дінге пайдасын тигізді ме? Өйстіп жүргендеріңіз бір дінге пайдасын тигізді ме? Тигізген жоқ. Жиналамай келе жатырмыз ғой. Демек, міне, бұл ертең Алла Тағаланың алдында барлығымыздың бір-бірімізден сұралатын нәрсеміз. Мұсылман бауырларымызды өз нәпсімді тастауым керек та, мен оны дінім үшін жақсы көруім керек. Түсінікті болды ма? Бір бауырмен, бір кісімен, мысалға, бірге болуыңызды сіз қаламайсыз, оны жақтырмайсыз да. Бірақ ол да мұсылман, сіз де мұсылман да. Жақтырмайсыз, онымен бірге бір дастарханда отырғанды қаламайсыз. Бірақ діннің бірлігі үшін сен оны жақтыруың керек болады. Онымен бірге отыруың керек болады. Оны қолдауың керек болады. Дінде сондай нәрсе бар. Қазақта қандай сөз бар еді? Бір жақсы сөз бар еді ғой, бөрі келгенде не деп айтады? Бөрі келгенде ауылдың бөрі басарлары бірігеді деп айтады, бөрі басарлар, Ол қанша ит болып бір-бірімен жаңағыдай қырқысып жүргенімен, сырттан бөрі келген кезде сол иттің бәрі бірігіп шабады ғой сол бөріге. Енді осыдан неге мысал алмаймыз енді? Мұсылманның барлығы қырық пышақ болып бір-бірімен бөлініп жатқан кезде сырттан келіп біз жауап кете береді да, сөйтіп бөлек-бөлек қылып. Сол үшін мұсылмандар ондай кезде бірігу керек болады. Ит болсаң ит бол бір-біріңе. Бір ит аяқтан тамақ жемей ақ қой, бірақ бірге бірігу керек болады. Сосын ары қарай мәселе шешіледі. Бір мысал айтайын, сонымен тоқтаймыз иншалла. Бір 3 өгіз болған дейді. 3 өгіз болыпты дейді. Біреуі сары, біреуі қара, біреуі ақ. Үшеуіне қасқырлар келіп шабуылдаса жиындап, үшеуі бірге тұрып, мүйізімен сүзіп, үшеуін де қуып жібереді. Жаңағы қасқырдың бәрін қуып жібереді, аман қалады дейді. Ешқандай қасқыр ала алмаған ғой үшеуін. Сөйтіп қасқырлар өзара пікірлесіп ақылдасқан ғой, мына үшеуін бірігіп тұрғанда ала алмаймыз, қайтеміз енді деп. Сөйткенде барып қарасы мен сарысын шақырып алған ғой, бұқаны. Екеуін шақырады да айтады. Сендер білесіңдер ме дейді. Анау екеуің, біреуің қарасыңдар, біреуің ақсыңдар, сарысыңдар дейді. Анау жалғыз өзі аппақ дейді. Ол қалай болғанда да ақ болып жүре береді, сендердің араларында жүргенде бірінші ақ болып елдің көзіне сол түседі дейді. Сендер оны біз шабуылдап келгенде бізге беріңдер, сонымен екеуің осы мәртебені бөлісіп аласыңдар, жұрттың бар назары сендерде болады дейді. Сосын ана екеуі сары мен қара келсе кетеді, о жақсы нәрсе екен, біз ақтың артында көрінбей қала береміз, кетсе кетсін дейді. Бір күні қасқырлар шабуылдап келген кезде аққа көмектеспей қояды, қасқырлар оны алып кетеді де жеп қояды. Қасқырлар сол күні той жасап, барлығы ұлып, керемет болды деп, бір айласын асырып демалады. Қайта қарындар ашады, қайтып келіп шабуылдаса, сары мен қара бірге тұрып, қасқырларға тағы да той тарсып береді. Ешкім ешқайсысын жей алмайды екеуін. Қасқырлар екінші айлаға көшеді. Бұл екеуі бірігіп тұрғанда жей алмаймыз бұны деп. Не істейміз? Барайық та сарыны барып азғырайық дейді. Сөйтеді да сарыны барып айтады. Анау жалғыз өзі қап-қара болып жүр дейді. Сен сарысың ғой дейді. Елдің алдында өзің жарқырап жүрмейсің ба алтын сияқты дейді. Біз шабуылдап келгенде сен көмектеспе, біз ана қараны алып кетейік дейді. Сонда жалғыз өзің қаласың, кім мықты? Сары бұқа мықты боласың дейді. Оған да ұнайды, ой бұл жақсы нәрсе екен деп. Келесі қасқырлар келген кезде жаңағы сары бұқамыз қарасын сат береді ғой. Бар қасқыр келіп қарасын жейді де кетеді. Сосын қасқырлардың той жасап, қарны ашпай ма енді қайтадан. Сосын қайтып келіп жаңағы сары бұқаға келеді ғой.
біз келдік ал енді сені жеуге келіп тұрмыз еді дейді. Қарын ашты, уәде бітті деген кезде сары бұқа айтады, ой, келіскен жоқпыз ба? Ең мықты бұқа, ең патша бұқа мен болатын едім ғой деген кезде біз сені өтірік алдап келдік дейді осы уақытқа дейін. Сол кезде сары бұқа тұрып айтады дейді, мен негізі анау әуелгі ақ бұқаны өлімге берген кезде өлген екенмін ғой деп айтады дейді. Түсіндіңіз ба? Ақ бұқаны өлімге бергенде мен де өлген екенмін ғой деп. Сол үшін мына мұсылмандар, мен жай мысал айтып жатырмын ғой, сіздер түсінсін деп жатырмын да. Біздің мұсылмандардың анау пәлен кете берсін, ол біздің топтан емес. Әхлу сунна уәл жамаа деген бір ұғым емес па? Жәннатқа кіретіндер, сүннетті ұстанғандар, пайғамбардың жолына жүргендер, сахабалардың жолында жүргендер бірдей емес па? Сол үшін үй ішінен үй тікпеңіздер. Жамағатқа бөліп тастамаңыздар. Осындай барлығымызға ортақ ауызбіршілік жиын деген парызда бөлінбеу керек. Қалама дін үшін бірге болу керек. Деп осы жерден тоқтайық, иншалла. Қалған дәрісімізді келесі уақытта жалғастырамыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла біздерге тауфиқ берсін.